Армысыздар, құрметті қауым. Абай қаласының орталық аудандық кітапханасы жұмысшы мамандықтары жылы аясында мамандықтың түрлерімен танысу атты бейнеролигін ұсынады. Мамандықтар адамның белгілі бір кәсіппен айналысуына, қоғамға пайда келтіруіне және өзін-өзі дамытуына мүмкіндік беретін еңбек түрлері. Мамандық таңдау деген өзін айналысқың келетін жұмысты таңдау ғана емес, өзін араласқың келетін ортаны да таңдау. Заман өзгерген сайын адам да жетіліп, нарықтық қарым-қатынас пайда болып, қоғам дамып, дүниеге түрлі жұмыс, түрлі мамандық келе бастады. Әлі де олардың шегі көрінер емес. Мамандық қарапайым өмір сүру көзі болып табылатын және қандай да бір дайындықты, жауапкершілікті талап ететін еңбек қызметінің маңызды бөлігі. Біреулер үшін ол ойға алған арманын орындалуы, отбасы дәстүрін жалғастыру. Келесі біреулер үшін жаңалыққа, дербестікке талпыныс. Үшінші біреулерге әйтеуір бір мамандық алу керек болған соң. Өмірде мамандық пен жар таңдау ең маңызды мәселе екенін жақсы білеміз. Мамандық таңдау тағдырынды таңдау деген сөз. Кейінгі өмірде өкінбейтіндей өз қабілеті мен бейімділігіне сай кәсіп түрін таңдау. Бұл өте жауапкершілікті және маңызды іс. Мамандықты таңдау үшін адам ең алдымен өз бейімділігін тануы қажет. Өз-өзіне мен кіммін, осы өмірдегі менің орным қандай, қалай өмір сүремін деген сұрақ қою керек деп ойлаймын. Мамандық таңдауда әр адам өзінің қызығушылығына, қабілетіне, бейімділігіне, қалауына сүйену керек. Жүсіпбек Аймауытов айтып кеткендей, мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез келгеніне икемділік қажет. Ол жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе дейді. Рас, жас жеткіншек тек өз жүрек қалауымен ғана таңдаған мамандықтың шебері бола алады. Яғни мамандық таңдау жай ғана оқып диплом ала салу емес, өмірлік жолында айқындау. Бірақ кейбір ата-ана туған туыс оған мән бермей, жеткіншектің көңілі қаламаған мамандыққа еріксіз апарады. Оның нәтижесі қандай? Олардың бірі оқудан шықса, бірі қаламаған мамандығы бойынша ілініп, салынып жұмыс істеп жүреді. Әлемде 50 мыңға жуық мамандық бар екен, және жыл сайын оған 500-ге тарта жаңа түрі қосылып отырады екен. Қазақстанда сирек кездесетін және әдеттен тыс мамандықтарға, мысалы, әсер сынаушы, шай өндіруге арналған шай сынаушы және анықтамалық бағалаушы жатады. Сондай әдеттен тыс мамандықтарға кавист, сценарист, психолог және блогер кіреді. Мысал ретінде айта кетсек, әсер сынаушы бұл мамандық әртүрлі іс-шараларға, көрікті жерлерге және басқа жерлерге баруды және оларды сезіну және өз әсерлерімен бөлісуді қамтиды. Шай өндіруге арналған шай сынаушы өндірістің әртүрлі кезеңдерінде шайдың сапасын бағалайтын маман. Сценарий авторы, фильмдер, телехикаялар және ойындар сияқты әртүрлі жобалардың мәтіндерімен жұмыс істеу. Анықтамалық бағалаушы, анықтамалық әдебиеттер мен каталогтарды ақпараттың дұрыстығы мен өзектілігін тексеретін сарапшы. Кавист, әртүрлі сорттар өндіруші туралы білетін және сатып алушыларға кеңес бере алатын шарап маманы. Сценарист, фильмдердің, ойындардың және басқа да медиа өнімдерінің авторы. Зоопсихолог, жануарлардың мінез-құлқын зерттейтін және осы білімді мінез-құлыққа байланысты мәселелерді шешу үшін қолданатын маман. Блогер, фотосуреттер, бейнелер немесе мәтіндік жазбалар болсын, блогта мазмұнды жасайтын және жариялайтын адам. Қазіргі таңда жастарға көптеген мүмкіндік бар. Қалаған мамандығына түсіп, ары қарай жұмыс істеп кетулеріне болады. Жастар арасында танымал мамандықтар: IT және бағдарламалау, дизайн, психолог, медиа және кино өндірісі, журналистика және блогинг, кәсіпкерлік, аудармашы немесе халықаралық қатынастар маманы. Қазақстанда жастар практикасы, болашақ, жас маман, серпін секілді бағдарламалар арқылы жастарға мамандық алуға мүмкіндік беріледі. Қалаған мамандықтарыңыздың жемісті де нәтижелі болсын.